Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Диктантымыздың тақырыбы бұлақ басында. Мәтінді оқып беремін, мұқият тыңдаймыз. Әли мен Қали бұлақ басына келді. Қолдарында күрек, тұрма сияқты саймандар бар. Екеуі бұлақтың айналасын тазаламақшы. Су бетіне жерге түскен жапырақтарды тұрмамен тазалады. Күрекпен ағаштардың түбін қопсытты. Оларды әктеді. Осылайша екеуі игілікті іс атқарды. Жалпы 34 сөз. Диктантымызды бастаймыз. Әли мен Қали бұлақ басына келді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Қолдарында күрек тұрма сияқты саймандары бар. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Екеуі бұлақтың айналасын
тазаламақшы. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Су. Бетіне. Жерге. Түскен. Жапырақтарды. Тырмамен. Тазалады. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Күрекпен. Ағаштардың. Түбін. Қопсытты. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Оларды. Әктеді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Осылайша.
екеуі игілікті іс атқарды. Сөйлем аяқталды. Осымен диктантымыз аяқталды.